Облыстық ақпараттық топ елбасының Қазақстанның үшінші жаңғыру жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жолдауын насихаттау мақсатында Теміртауға келді. Ақпарат топтың мүшелері дәстүрлі жолдаудың басты бағыттары мен міндеттер жайына тоқталды. Тіл мүкістігі бар балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-интернатының директоры Сәулет Исатаева жолдаудан туындайтын міндеттерге облыстық білім беру саласының жұмыстарына кеңінен тоқталды. Дан старт двум важнейшим процессам обновления политической реформы и модернизации экономики. Республика президенті ұлт көшбасшымыз Нұрсұлтан Назарбаев 2017 жылдың 12 сәуірінде Қазақстанның үшінші жаңғыруы басталғанын жариялаған болатын. Елбасшымыздың атап өткеніндей, ертеңгі күннің басты ерекшелігі жаһандық бәсекеге қабілеттілік. Сондықтан әрбір қазақстандық қай ұлттан болсын 21 ғасырға лайықты білім болу керек. Сол үшін әрбір қазақстандықтың компьютерлік сауаттылығы, бірнеше тілді меңгеруімен мәдени ашықтығы керек. Біз жоғары білікті адамға өмір сүретін ғасырға қадам жасап отырмыз. Дәстүрлі жолдауды насихаттау ақпараттық тобымен кездесуге қаламыздың білім беру саласының қызметкерлері жиналды. Маңызды шараға қалалық әкімнің орынбасары Дәурен Есімханов пен қаланың ішкі саясат бөлімінің басшысы Динара Жүнісовалар қатысты. Облыстық ақпарат тобының мүшесі Пантос грек мәдени бірлестігінің төрайымы Еспена Касапиди жиналғандарға өңіріміздегі халықтар достығы мен ынтымақтастығын нығайту мен этномәдени бірлестіктердің жұмыстарын жандандыруға байланысты баяндады. В первую очередь, большие возможности открываются для Ассамблеи народа Казахстана в проекте «Малая Родина» Туганжер. Біріншіден, халықтар ассамблеясына туған жер жобасында үлкен мүмкіндік беріліп отыр. Президентіміздің айтуынша бұл жоба барлық қазақстандықтарға жақын. Ұлтына, діліне, тіліне қарамай, қазақстандықтардың әрбір ұлт өкіліне өзінің туған жеріне деген құрметі зор болады. Міне, Қазақстанға деген патриоттық сезім осыдан басталады. Теміртау политехникалық колледжі еліміздегі 10 үздік колледждер қатарына енген. Соңғы жылдары колледж ұжымы германдық әріптестерімен тығыз байланыста жұмыс жасап келеді. Өзара тәжірибе алмасу мақсатында екі елдің студенттері бірлесе жұмыс жасауда. Ол дуалды оқыту жүйесі бойынша эксперименталды орталыққа айналған. Соның нәтижесінде жаңа үлгідегі велосипедті әзірленіп шығарды. Кездесудің барысында Теміртау политехникалық колледж директорының орынбасары Роза Жанисова дуалды оқыту жүйесі бойынша колледжде атқарылып жатқан өзгерістер мен үлкен жаңалықтары туралы баяндады. Именно с этого года Темиртауский политехнический колледж. Біздің колледжіміз 2014 жылдан бері осы жоба бойынша германдық әріптестерімізбен бірлесе жұмыс жасап келеміз. 2017 жылы өндірістік электроншы мамандығы бойынша алғашқы мамандарды әзірлеп шығардық. Олар осы жоба бойынша дәрістің 60%-ын тәжірибелі түрде өткізді. Бұл екі мамандықтар біріктірген электроншы және электромеханик мамандығын алады. Ақпараттық топ мүшелерімен кездесу барысында жиналғандар тарапынан да сауалдар қойылды. Осындай сауалдың бірі жоспарланған мектеп құрылысы жайлы болды. Құрылыс жұмысының кешеуілдеуі жайлы сауалға қала әкімінің орынбасары жауап берді. Сейчас угроза того, что мы можем не освоить эти денежные средства, и просим, чтобы перенесли на следующий год эти же деньги.